Сәлем достар, бүгін сіздерге осындай әппақ, өте дәмді жұп-жұмсақ пряниктің рецептін ұсынамын. Каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіздер. Пряниктің қамыры заварное тестодан жасалады. Ең алдымен сүтті қайнатамыз. Ыдысымызда ұн мен құмшекерді жақсылап араластырып аламыз. Ыстық сүтті құйғанда ұнымыз түйіршік болып қалмас үшін. Үстінен шым-шым тұзымызды сеуіп, ұнымыздың үстіне қайнап тұрған сүтімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Бір келкі масса болғанша үздіксіз араластырып отырамыз. Дайын болған массамызды суытамыз. Бөлме температурасында салқындағанша қалдырамыз. Қамырымызға 3 сары уыз және 1 жұмыртқа керек. Осылайша дайындап аламыз. Сары уызымыз бен ақ уызымызды бөліп аламыз. Ақ уызды глазурды дайындағанша холодильникке жібереміз. Суыған массамызға сұйық май, жұмыртқа, ванильный сахарды қосып миксерлеп аламыз. Оның үстіне қамыр қопсытқышты қосып, електен өткізіп біріктіреміз. Ұнымызды аз-аздан салып, қамыр елейміз. Қамырымызды өзімізге ыңғайлы етіп, 2-ге немесе 4-ге бөліп алсақ болады. Қалыңдығы 1,5-2 см етіп жайып аламыз. Осылайша жайып аламыз да стаканның көмегімен осылай ойып аламыз. Кесіп алған пряниктерімізді табаға салып, қызып тұрған пеште көтеріліп сарғайып әдемі түске енгенше пісіріп аламыз. Сахарный пудраға 3 белок жұмыртқамыздың 3 ақ уызын салып, біріккенше миксерлейміз, глазур дайындаймыз. Пряниктерімізге глазурды щеткамен жеке-жеке жағып шығамыз. Пряниктерімізді пергамент қағазға қойып кептіреміз. Осы глазурге барлық пряниктерді салып араластыруға болмайды, өйткені қамырымыз өте нәзік, тез сынып кетуі мүмкін. Сондықтан осылай жеке-жеке щеткамызбен глазурымызды жағып шығамыз. Пряниктерді міндетті түрде пергамент қағазында қойып кептіріңіздер. Басқа ыдыстарға қойсаңыздар асты кеппей қалады. Осындай әп-әдемі болып шығады. Бір келке етіп жағып шығамыз. Пряниктеріміз дайын. Осы рецепт бойынша 60-70 штук пряник шығады. Жақындарыңызға жасап, қуантыңыздар. Сіздермен бірге болған Жанар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.